Ассаляму алейкум. Бүгін біз еш қуырусыз қолжетімді котлеттер дайындаймыз. Терең ыдысты алыңыз. Онда 200 грамм туралған ақ нанды салыңыз. Үстінен су құямыз. Бірден сығып, барлығын блендердің ұсақтыш ыдысына салыңыз. Тағы да соған 200 грамм пияз және 4-5 түйір сарымсақ қосамыз. Барлығын пюре күйіне дейін ұсақтаймыз. Енді сізге 1,5 килограмм тартылған тауық еті қажет болады. Осының ішіне ұсақталған массаны қосыңыз. Содан кейін 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 ас қасық паприка саламыз. Барлығын қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Сондай-ақ фаршымыз біртекті болу керек. Сол себептен кейін пісіру кезінде котлеттер жарылып кетпейді. Кәдімгі сізге ыңғайлы бөлікті алақаныңызға алып, аздап ұрып, котлеттер жасаңыз. Әрі қарай екі жағынан нан үгіндісіне домалаймыз. Противенге салыңыз да үстінен өсімдік майын жағып қою керек. «200 градустық пешке 30 минутқа қоямыз. Мұндай әдемі және дәмді котлеттер еш қиындықсыз дайын болып шықты. Осындай әдіспен бізде не бүкіл пәтерде қуырудың иісі жоқ, не пешке май шашыратпай пісіреміз. Котлеттер духовкада пісірілгеніне қарамастан, олар құрғақ емес, іші шырынды, ал сырты қытырлақ қыртыспен болды. Себебі біз пісіретін алдында үстін маймен майладық. Осы рецепт барлық әйелдерге пайдалы болады. Бір рет пісірсеңіз, күн сайын тек түрлі гарнирді өзгертуге болады. Астарын дәмді болсын. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.